Құрметті көрермендер, ал біз кешімізді жалғастырамыз. Менің жанымда екі жігіт отыр. Осы жігіттермен сұхбаттасудың сәті түсіп тұр екен. Жігіттер, жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Құттықтаймыз. Рахмет, бірге болсын. Енді негізі жаңа жыл, жаңа арман тілектердің, ғажайыптардың орындалатын уақыты десек те болады. Сіздер ғажайыпқа сенесіздер ме? Жалпы өз басым ғажайыпқа сенем. Балалық шағымда арман тілектерді дәптер бетіне жазып, Аяз ата жазатынмын. Сол кезде ата-анам сол сыйлықтарды орындайтын Аяз атаның орнына. Сондықтан сенем. Мұның барлығы балалықтың еншісінде қалды, иә? Ал сіз, Марс мырза? Ғажайып арман қиял деген ол адамның өзінің ішкі түйсігі, өзінің алға қойған мақсаты деген ойдамын. Егер адам ғажайыпқа сеніп, алдына мақсат қойып, сол жолда жұмыстанатын болса, ол ғажайыптың орындалмасына кім кепіл. Сондықтан да ғажайыпқа өз басым сенемін. Ал сіздер біреуге бақыт сыйлауға, бір ғажайыпты өздеріңіз атқаруға қалай қарайсыздар? Қолдарыңыздан келе ме? Ол жағынан білмеймін, нақты айта алмаймын. Енді жігіттер, менің өзімнің айтпасам болмайды, сіздер сондай қарапайымсыздар. Біз көрермендерге айта өтейік, Абзал мырза жақында ғана Шымкент қаласының тұрғыны Жәмила Байсериковаға өзінің бүйрегін сыйлаған болатын. Ол кісіні мүлдем танымайды. Мұның өзі нағыз ерлік емес пе? Сізді бүгінгінің батыры деп атасақ та болады. Жарайсыз, Абзал мырза. Ал енді менің жанымда отырған Марс мырзаға келетін болсақ, бұл кісі бүгінде үздік жас ұстаз, балаларды білім нәрімен сусындатып отырған білікті маман. Сіздің мамандығыңыздың қыр-сыры неде? Мұндай үлкен қадамға қалай бардыңыз? Мұғалімдік ұстаздық еткен жалпы балаға дегендей, мұғалімдіктің жолы ол дейтін өзіңнің артынан ерген шәкірттеріңе дұрыс тәрбиемен, яғни өзіне алға қойған мақсатына жетуге деген білімді беру, ұштастыру. Енді бұл жолда еңбек ету күнделікті адамның ізденісін талап етеді. Менің жалпы бүгінгі осы сіздердің алдарыңызға келіп осы отыруымның өзі маған білім берген ұстаздармен және өзім қызмет орнында істейтін білікті ұстаздардың солардан үлгі алып, солардың арқасында деген ойдамын. Рахмет. Енді қандай қасиеттер қажет екенін де атап өттіңіз. Ал Абзал мырза, сіз сияқты осындай батыл қадамға бару үшін өзге танымайтын жанға осындай үлкен бақыт сыйлап, өмір сыйлап отырсыз. Мұндай қадамға бару үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Адамның бойында иманды, батыл, адамгершілігі мол, ержүрек болса болады деп ойлаймын. Бәрекелді, рахмет. Құрметті көрермендер, міне көріп отырсыздар ғой, менің жанымда батыр бүгінгінің ерен еңбегін атқарып жүрген азаматтары отыр. Барлықтарыңызды жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Жігіттер, жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа табыс әкелсін. Көрермендерімізге тілектеріңіз болса, мархабат. Келе жатқан 2018 жылы, ит жылы барша қазақстандықтарға жаңа бақыт, отбасыларына табыс тілеймін. Құрметті көрермендер, жаңа келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Баршаңыз отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Келе жатқан жаңа жыл әр жанұяға жаңа табыс, жаңа бақыт алып келсін. Қадірменді көрермендер, жаңа жыл кешінде біздің арнамен бірге болыңыздар.